алғанмын өзім фамилияны Қайдан аламыз? Sandıran eseri Divani Lügati Türk Sözlüğü'nün 950. yıl dönümüdür. İnsanlık tarihinde ilk bilimsel ansiklopedi yaparak tüm dünyaya tanınan büyük aydınımızın Divan Lügati Türk'ün 1953 yılı sonuçtan dedi Yunanistan'da oynatılmış. Ben o şehirde derslere tabi nazar aldarım geldi. Yani buradan 950 yılından terasın kökleri bilgisayar değil. Senin online değenge çevrim içi değil. Ben taptan. Tabuladı. Yeni bölümden çıkıp da evde teknik alıp termince Algara atavlar, Kazak dilini aldarlar. Ne aldarlar? Koç, şunu aldarlar, sayıldarlar. O da beri bizde Allah'a katıl. Bunun aslında bilebilsenden kuytuklu siyasatlar da var. Kazak dilini kavazı bastırasın, bir yerde soğan yürüsem de atmosfere koyuyor. Sonuçta hürmetli ustalar, buna Kaşgariler, Alişir Navailer, Adil Emre Efendiler bizge uygun gerek. Sonuçtan bunday bu adamlar biz atam görüyoruz. Algı diye koyuyorlar. Kumuk dilinde arkadaşlar koyuyorlar. Kırgız dilinde o yüzden diyorlar. Kırım Tatarlar dilinde aşağıyan ağız etalar. Karaşay Balkar dilinde ağızdaşlar koyuyorlar. Tatar dilinde ağızdaşı koyuyorlar. Başkurt dilinde ağızdaşı koyuyorlar. Özbek dilinde Oğuz Geyli'ye koyuyorlardı. Uygur dilinde yeri yese koyuyorlar. Türk dilinde ağız yese gözü tanır. Azerbaycan dilinde ağız yemese yüz tanımaz. Немесе екінші вариантта ağız yemese yüz tanımaz. Türkmen dilinde yen ağız yalar. Деген ağız yalar деген. Міне осы сияқты өте көп мақалдар жалпы осы күнге дейін әлі белсенді түрде, активті айтымызға белсенді түрде қолданылып келеді. Енді қорытындылайық. Видеоға алайда балаға ол әдебиеттің барлығы бір қолданатын мәселесі. Өйткені ол сөзсіз болуы мүмкін балаға, сонда да баланың жасынан өтіп қажетті сөздерді ғана қолдану қажет. Және сөйлемдер қысқа және осы симпозиумды ұйымдастырушы бөлімдері ретінде жобамызға байланысты екінші мақалаларды ұсындық. Сонымен қатар бүгінгі дөңгелек үстелдің шетелдіктерге оқыту қазақ тіліне осыған байланысты өздерінің айтарлары бар. Сондықтан бірінші баяндаманы нақты айтатын және үш бағытта айтатын Ибраимов Ералыға береміз. Ержанға отырып кезде өз пікірімізді айтып шыққан үш бағытта. менде видео. Мен есімі Ибраимова Ералыға, Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология институтында жұмыс жасаймын, филология ғылымдары кандидатымын. Мұнда қазір екі түрлі дөңгелек үстел Қазақстанға келген. Сол екі түрлі дөңгелек үстел екеуінің атынан да сөйлейін деп тұрмын. Біріншісі балапан телеарнасындағы бағдарламалар тілі негізінде тілдік нормадан ауытқудың мониторингілеудің теориясы мен практикасы деген тақырыптар жоба аясында жүргізіп жатқан зерттеу жұмысында тақырыпта мен осы конференцияда жаңа үшінші сессияда сол туралы айтып кеттім. Бұл жерде мен балалар тіліндегі морфологиялық ауытқулардың әлеуметтік факторлар туралы жазған болатын. Мақалада сіздер оқып аларсыздар деп ойлап отырмын. Бірақ соның бір 3-4 факторын айтып кетсем деп отырмын. Баршаға белгілі енді Қазақстанда қазір тілдік нормадан ауытқу,
ана тілінде сөйлемеу, тілді шұбарлап сөйлеу деген сияқты проблема өте үлкен көтеріліп отыр. Біз балапан телеарнасын негізінде нормадан ауытқуды зерттегенде әрине бұған дейін де кешендік әлеуметтік факторлар бар ғой. Бірден балапан телеарнасы емес, соған қалай не әсер етіп жатыр деген нәрсені қарастырып көргенде бірінші кезекте ол ең бірінші ата-анасы, отбасы, баласына ата-анасының қазақ тілінде сөйлемей, өз ана тілінде сөйлемей, орыс тілінде сөйлеуі. Немесе тіпті балам орысша ағылшынша шықсын деп кейбір ата-аналар бар ағылшынша сөйлейтін. Ол тек қазақ отбасы емес, ол жерде тұратын бүкіл кішігірім халықтар, ұйғыр халықтар, өзбек болсын, басқа да халықтардың бәрі тура сондай үрдіс жүріп жатыр. Екіншісі, бұл баланың ортасы. Яғни ол ортасы деген білім алатын ортасы, немесе балабақша, достары, яғни әсіресе қалалық жерде, үлкен қалалардың бәрінде, мектептерде, қазақ мектептерінің бәрінде орысша сөйлейді. Балалар бір-бірлері қазақша емес, орысша, кейбір тіпті мына Назарбаев зерттелік мектебі деген сияқты басқа мектептерде ағылшынша сөйлеу үрдісі бар, бір-бірімен ағылшынша сөйлескісі келетін мысалы балалар. Келесі фактор. Бұл медиа, кәдімгі бағдарламалар, телебағдарламалар тілі. Яғни қазір балалардың бәрі қолында планшет, күн-түн қарайтын планшет, кітап оқымайды. Егер кітап оқитын болса, баланың морфологиялық ауытқуда басқа да ауытқулар болмаушы еді деп ойлаймыз. Кітап оқымаған бала әлеуметтік желілерде көрген нәрселермен сол тілі солай шығады. Мысалы, біздің зерттеулерімізде тағы бір мақаланы мен Көксау деп айтамыз, біз өзіміздің хабаршылар, университетте шығатын хабаршылар жақын арада. Сонда жүргізген зерттеуімізде әлеуметтік желіні бала ата-анасы мүлде тыйым жасамайды екен. Баланың қолына планшетті беріп қойып, күн-түн бала өзі ешқандай бақылаусыз қарайды екен. Яғни осы сияқты факторлар өте көп, мен сіздерге үшеуін ғана атап өттім. Бұл нәрсе мұндай жиындарда ауызбен айтып, немесе мақала жүзінде жазып шешілетін дүние емес әрине. Ол біздің ұлттық санамызды толықтай өзгертті. Мемлекеттік деңгейде шараларды жүзеге асыру арқылы ғана шешіледі деген ойдамын. Сондай шаралар жүргізу арқылы, яғни шешенді түрде жұмыс жасау арқылы халықтың ұлттық санасына әсер етеді деген болашақта сондай жұмыстар жасап дегенде ойым бар. Рахмет. Бұл бірінші мәселе. Екінші, қазақ тілін шетелдіктерге меңгертуге байланысты осы залда мен былтыр ғана бір жоба жұмысын аяқтадым. Өзінің жетекшісі болды. Қазақ тілін ұлттық тарихы негізінде интернет, яғни интернет ресурстар арқылы меңгерту. Бұл жерде біз мені қолға бейне сабақтар арқылы оқыту және мобильді қосымша жасау арқылы қазақ тілін меңгертуді қолға алған болатынбыз. Екінші дөңгелек үстелде осы жобадағы менің алған тәжірибе туралы бөліскім келіп отыр. Бұл жобада біз өте көп жұмыс жасадық. Мобильді қосымша түсіру үшін A1, A2, B1 деңгейіне 2200-ден аса сабақ жаздық. 2200-ден аса сабақ, 3 жылдың ішінде бейне сабақтардың өзі бірінші жылы 48, екінші жылы тағы да 48-48-ден барлығы қанша болсында бейне сабақтар. Оларды біз YouTube желісіне салдық. Ол жерде айтқан жазым тыңдау, оқым, сөйлеу әрекеті түрлеріне арналар тапсырмалардың бәрі бар. Ол жердегі суреттер, ол жердегі ситуация, жағдаяттық тапсырма. Яғни бейнені біз өзіміз түсірдік, өзіміз әртіс болдық. Сосын оны бейненің сабақтың ішіне кіргізіп, оны тіл үйренуші көреді де ситуацияны. Сосын соған қарап отырып жауап беретін қылып тапсырмалар дайындадық. Енді бұл жерде QR код дейді қазір айтып жүрген. QR кодты қолдандық. Сабақтардың ішінде QR кодты басқан кезде жаңа бейне сабақтарға тікелей барып түсетін қылып жасадық. YouTube арнасында тұрған. Енді барынша қазақ тілін шетелдіктерге меңгертуге байланысты
көп жұмыс жасадық, ол бер жағынан, оның ішінде электрондық оқулықтар жасадық. 2 электрондық оқулық, 1 қағаз оқулық, саяхаттар оқулық деген ұлттық брендтер болғаннан кейін шетелдіктерге жалпы елтанымдық бағытта тілді меңгерту ол бұрыннан бар. Яғни сол тілді үйренуші өзі барған ортасының менталитетін, сол елдің ұлттық өзінің ерекшелігін білген кезде тілді тез меңгереді дейді, білесіздер. Сол біз мақсатқа ала отырып, біздің қазақтың ұлттық брендтері ретінде қалалардың, ұлттық киімін, ұлттық тағамының бәрін дәріптеп, жаңағы сабағымыздың бәрін енгіздік. Ол қысқаша айтқанда осы сұрақтарыңыз болса? Негізі бізде ол бағытта жұмыс жасай тұрып, жеке қоғамдық ұйымдар бар, тіл комитеті бар, бірінші кезекте, одан бөлек жеке жұмыс жасап жатқан азаматтар, азаматшылар бар. Енді қаласа бізде кішкентай төмен жағынан бастап бірден жоғары жақтан тілдік емес, төмен жақтан балалар тілінен бастап, өйткені қазақ тілі ол болашақ ұлттың тілі ғой. Сол себептен баланың тілін жөндеп, сосын ол бізден алған жобадағы нәтижелерімізді балапан каналына ұсынамыз деген біздің мақсатымыз бар. Біз болашақта тағы да осы халықаралық симпозиумда айтайын. Біздің де ұсынысымыз бар, біздің де мемлекетіміз тағы бір телеарна ашса. Себебі бәсекелестік болған жерде даму болады деген секілді бір арнаның контенті баланың тілін дамытуға жеткіліксіз. Сондықтан олар өзге контенттерді көбірек көреді деп ойлаймыз. Сонымен қатар тағы бір нәрсе айта кетейік, біздің балалар тілі ол әдеби тіл бола алмайды ғой деген пікір бар. Әрине балалар тілі дәл сізбен біз сөйлейтіндей әдеби тіл бола алмас, бірақ олардың болашақ біздің қазақ тілінің өміршеңдігінің кепілі, қазір біздің балалардың тілі. Болашақ біздің қазақ әдеби тілінің өміршеңдігінің кепілі дегенді айтқымыз келеді. Сонымен қатар тағы бір нәрсе айтқымыз келеді осы дөңгелек үстел аясында. Бізде де шетелдерде оқып тұр ғой еді дөңгелек үстелдің қатар айтып жатырмыз, енді екі мәселені қатар айтып жатырмыз. Бізге де түркмендер және Өзбекстаннан келген студенттер біздің қыздар университетінде көбірек оқиды. Себебі біздің қыздар университетінде жағдай өте жақсы жасалған қыздарға, қыз балаларға. Сондықтан біз Сәнтарих университетімен бірге отырып, тілді трансформалды оқыту деген жоба ұсындық. Құдай қалап амандығын берсе, комитетте қаралуға енді соңғы этапына келіп тұрмыз. Амандық болса ол есінде ашамыз деген ойдамыз. Жақсы, әрі қарай келесі сөз кезегін Дидар Шұқыбайқызына беремін. Келе қойыңыз. Жоба аясында дайындаған баяндамамыз бар еді, яғни балапан телеарнасындағы оқу танымдық бағдарламалардың жалпы бізде жоба бойынша біршама жұмыстар атқарылып жатыр. Қазіргі уақытта бағдарламалардың түрінде кездесетін осы телеарнада қандай кемшіліктер бар және оның жоюдың қандай жолдарын ұсынасыздар деген алдымызға мақсат қойдық. Сол бойынша
тек қана бізде жоба жұмысы бойынша әркімге бөлінген тақырып бар, әркімге бөлінген жылдар бар. Сол жылдар бойынша атқарған жұмыстың нәтижесінде байқағанымыз ең жиі кездесетін қателіктер бұл бізде бұл енді бағдарламаны құрастырушылардың, режиссерлардың жұмысы тез жіберген қателігі, көп кездесетін қателік бұл жаңағы сөздердің дұрыс сөйлемдердің дұрыс құрастырылмауы. Және сондай-ақ жақсы. Одан кейін жаңағы сөздердің тілі бойынша және осы кездесетін кемшіліктерді нақтылаймыз және соның Speech Analyzer деген бағдарламаның көмегімен талдаулар жүргізілді. Сол бағдарлама бойынша ауызша әдеби тілдік нормадағы қолданысы қалай сөйлемнің және баланың сөйлеу тіліндегі орфографиялық нормаға сәйкестігі қандай, сәйкес па, сәйкес емес па, сол анықтау мақсатында жүргізілді. Жалпы сол кезде мына жерде сіздерге сайтты көрсете алмаймын. Сайттың ішінде мынандай әдістің ішінде осындай нелер байқалды. Мысалы, ауызша сөйлеу тіліндегі қолданысында ерек сызықтар жоғары қарай көтеріп, төменнен қарай түскені байқалса, ал кәдімгі баланың сөйлеу тілінде ол дыбыстау қарқыны төменнен жоғарыға қарай көтерілді. Сондай ерекшеліктері бар. Жалпы Speech Analyzer әдісі болашақта осы баланың сөйлеу тілін нормаға сәйкес емес сөйлеу тілін анықтауда мүмкіндік беретін көмегі тиетін әдіс деп ойлаймыз. Сондықтан болашақта осы әдістің көмегімен зерттеулер жүргіземіз. Жалпы баяндаманың мазмұнында көре аласыздар, сурет арқылы берілген таныс боласыздар. Жинақтан таныс аласыздар. Аяқтаймыз. Жалпы осы балапан телеарнасы Қазақстандағы ең мықты каналдың бірі Қазақстанның. Сонымен қатар бұл 2010 жылы 27 қыркүйекте ашылған. Осыған дейін бұл каналда 302 тележоба бар, 21 телехикая, жалпы саны 3000-ға жуық 103 анимациялық жоба жасалып эфирден өткен. Енді қазіргі таңда балалардың тіліне қаншалықты әсер етіп жатыр. Осының барлығы енді баяндамамда жазылған, оны сіздер оқи аласыздар деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Қатысқандарыңызға рахмет. Бізде де бір қалған, бірақ енді өзіміз ұйымдастырушы болғаннан ондай жасап қалдық шығар. Әлі уақыт жағынан шектелген. Енді өстіп уақыттарыңыз бөліп қатысқандарыңызға көп рахмет. Ең алдымен осы ұйымдастырушы Әл-Фараби атындағы университет профессорлары Нарафайға, İstanbul Üniversitesi'nin profesörü Oras'ın kızlarına. Kaldı, sen кездесіп, бас-басқарамыз жақсы болып